Қара жорға өте тамаша биледіңдер балалар. Сендер қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер ма? Иә. Қандай ойындар білесіңдер? Асық ату, қан талапай, садақ ату. Дұрыс айтасыңдар. Асық ату, қан талапай, арқан тартыс. Балалар, менің қолымда не бар деп ойлайсыңдар? Асық. Дұрыс айтасың. Балалар, осы асықтардың ішінде ерекше асық бар екен. Бұл қандай түске боялған? Қызыл түске боялған екен. Балалар, бұл қан асығы деп аталады. Қалай аталады? Қан асығы деп аталады балалар. Мен сендерге асық туралы қысқаша мағлұмат беріп кетейін. Балалар, бұл 4 түлік малдың асық жілігінен алынады екен асығымыз, иә балалар? Егерде қазір сендер қан талапай ойында асықты атқан кезде асығымыз осылай түссе алшы, бұлай түссе тәйте, бұлай түссе асығымыз бүк, бұлай түссе шық деп аталады екен балалар. Қазір мен кезді асықты шашқан кезде таласпай аламыз жасына. Егерде осы қызыл асықты қан асығын алған бала қан талапай ойын бірінші бастайды екен. Балалар жасына. Енді таласпай аламыз. Талапай басталды ойын алақай. Таласпай аламыз. Алған балалар кім алды? Кәне көрейікші. Айдарға түсті. Қайсысы Айдар қан асығын алды бізде? Айдар алды қан асықты. Балалар, енді қалған асығымызды мына қоржынымызға салып аламыз. Саламыз. Қан талапай ойынның шарты мына тізіліп тұрған асықты көздеп, дәлдеп атамыз жасыма. Кім көп асықты атқан бала, сол қан талапай ойынның жеңімпазы болады. Бірінші бізде қан асықты алған Айдар. Бірінші ойынды бастайтын Айдар. Айдар асығымызды көздеп, дәлдеп атамыз. Ал Айдар бастайды бірінші. Айдар ат. Жарайсын. Айдар бізде неше асықты қылатты балалар? 2 асықты қылатты. Айдар саған атады қазір. Ойын сендер ұнады ма? Балалар, сендер қан талапай ойыны арқылы ептілікті, дәлдікті, шапшаңдықты дамыттыңдар. Бүгінгі менің балдарым қан талапай ойында өте тамаша өнер көрсетті балалар. Бәріміз асықты құлатып түсірдік, балалар? Сау болыңыздар.